1991 жылы медицина ғылымдарының докторы Джон Эндрю Армор жүректің ойлана алатынын дәлелдеген екен. Яғни мына ми ғана ойлана алады дейміз ғой, біз жүректе ойлана алады. Даже жүректе нейронды байланыстар бар екен. Жүректе 40 мың нейронды байланыстар бар. И бұл жаңалықтан кейін, бұл негізі өте үлкен жаңалық түсінген адамға, бұл жаңалықтан кейін нейрокардиология саласы күшті дамыған екен. Мұны неге айтып отырмын мен? Егер сіз жан бағу, яғни выживание деген күйде жүрсеңіз, кредитін төлей алмай жатырмын, үйді төлей алмай жатырмын, қашан мен осы жетіспеушілік күйден шығамын деген күйде жүрсеңіз, осы рахаттанып стресске түспей өмір сүргіңіз келсе, осы жүректің нейрондық байланысын белсендіру керек. Біз мен айтып тұрмын ғой, ой бәрібір тоқтамайды деп, ой бәрібір тоқтамайды. Ойдан химиялық реакция, химиялық заттың бөлінбеуін қадағалауымыз үшін біз сезімімізді қатты бермейміз. Сезім келе жатқан кезде оны қабылдаймыз да ауызбен шығарамыз дедім. Енді жүректегі нейронды байланыстарды қалай пайдаланамыз? Жүректі ашамыз. Выживание күй, қарыздан құтыла алмай жатқан күй, жетіспеушілік деген сияқты күй, ауыртпашылық, тәннің ауыртпашылығы, жақын адамның ауруы деген сияқты ауыр халде жүрген болсаңыз, сіз жүрегіңізді ашып, керекті, қажетті состояниеге жүрекпен түсу арқылы, жүрекпен кіру арқылы, сезіну арқылы сіз реальностьті өзгерте аласыз. Түсінікті айттым ба, әлде ауыр тілмен айтып жатырмын ба, бір кері байланыс? Ұйқы қысып жатыр. Қарлығаш ханым, сіз жатырсыз ба, әлде отырсыз ба? Егер жатқан болсаңыз, жатқан кезде, көлденең позицияға түскен кезде адам ми автоматически ойлайды, ми автопилотта жұмыс істейді біздің. Нағы кісі жатты, значит, ұйықтау керек деп ойлайды. Медитация музыкамен болмайды ма, не могу настроиться. Бұл дәл қазір медитация болып жатқан жоқ бізде. Медитацияға әлі келген жоқ біз, қыздар. Жүректі қалай ашамыз? Жүректі медитациямен ашамыз. Қазір айтамын жүректі қалай ашу керектігін. Түсіндім. Ауыр сөздер, ауыр тіл. Қайталап айтып жүріңіз. Жүректі қалай ашамыз? Былай деп айтып жатырмын. Мида нейронды жолдар бар. Сол нейронды жолдар арқылы біз программалар орнап қалған. Мысалы, кішкентай кезімізде ақша үшін ұрыс керіс көрген болсақ, значит, ақша бізге ұрыс әкеледі. Ақша деген қауіпті зат деп ойлаймыз да, нейронды жолдар солай қалыптасып қалғанда мида. И біз ересек болдық, үлкен ақша табуға мүмкіндігіміз бар, бірақ үлкен ақша бізге келмейді. Неге? Өйткені мидағы нейронды жолдар қатып қалған. Ақша келсе ұрыс болады, ақша келсе бәле болады, ақша келсе бір жаман жағдай болып қалуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан ол ақшадан сізді сақтайды. Дәл солай жүректе де нейронды байланыстар бар. Жүректегі нейронды байланыстар ол миға бағынбайды. Ол тәуелсіз жүйке жүйесі. Яғни біздің ішкі биохимия, бұның бәрі ішкі биология ше, біздің организмдегі процестерді айтып жатырмын. Қалай бір андай факт-та бұл 91 жылы Джон Эндрю Армор осыны ашқан. Жүректің ойлана алатындығын. Яғни сезім арқылы біз өмірімізді өзгерте аламыз. Қарапайым тілмен айтсам, егер сіз кредиттен құтылғыңыз келсе, сіз кредиттен құтылған күйге түссеңіз, сіз кредиттен құтыласыз. Деп айтсам, осылай қарапайым тілде айтсам, бұл бір сказка сияқты естіледі. Енді былай айтсам, жүректе нейронды байланыстар бар, жүрек ойлана алады, жүректе тәуелсіз жүйке жүйесі бар. Біз соны да пайдаланамыз. Құдайдың нығметін қарамайсыз ба, беріп қойған адамға. Оны нейрокардиологтар бұны ашқаннан кейін вау деген. Адамдар соңғы 20-30 жылдықта ғана білген, что мы ескі компьютер емес екен. Ми даже 90 жасқа келгенше, ол жүрекпен когерентті болса, екеуі жүрекпен бірге болса, 90 жаста да адам жаңа тіл үйрене алады. 70 жаста да компьютерді меңгере алатындығын ғалымдар дәлелдеген. Ол үшін жүрек пен мидың когеренттілігі керек. Түсінікті айтып жатырмын ба? Енді қараңызшы, мен білем, менің аудиториямның көпшілігі, менің айналамдағы, мен оқитын адамдардың көпшілігі выживание күйінде жүр. Алла тағала бізді бұл өмірге выживать етсін, тірі қалу үшін жанын бақсын деп жүрген жоқ. Бұл өмірден алсын, көрсін, білсін, ішсін, жесін деп жіберді. Ал біз не істеп жүрік? Біз әлі жан бағу күйінде жүрміз, выживаниеде жүрміз. Енді
осы күйден уже шаршаған болып кеп тұрсыз ғой осы жерге. Енді не істейміз? Емін еркін рахаттанып, стресске түспей өмір сүргіміз келсе, осы жүректің нейрондық байланысын нығайтамыз. Яғни жүректі ашамыз. Яғни жүрекке сигнал жібереміз. Оны қалай жібереміз? Медитация арқылы жібереміз. Ол бізге үнділердің медитациясы өтпейді. Випассана дейтін медитация бізге өтпейді. Бізге өтетіні қазақша медитация. Понимаете? Жүрек ашық болған кезде, жүрегімізді ашамыз ғой біз қазір медитация, біздің санамыз кеңейеді. Сана кеңейгеннен кейін уақыт пен кеңістікке біз тәуелді болмаймыз. Бізде уақыт, бізде мына жерде отырым, уақыт осындай 8:30 болып жатыр. Бізде постоянно уақыт пен кеңістікке тәуелдіміз да. Ал біздің санамыз ештеңеге тәуелді емес. Ол шексіз ойлана алады. Біздің жүрегіміз ештеңеге тәуелді емес. Біздің тәуелді логика, ақылымыз. Понимаете, ақыл ойымыз біздің уақытқа тәуелді. Кванттық физикада 3 өлшемді бірлікте өмір сүреді дейді адамдар, ол уақытқа тәуелді, кеңістікке тәуелді, сосын көзбен көрген материалды дүниеге ғана тәуелді да. Ал бізде қазір бос кеңістік, мына жер бос деп тұрық қой, бірақ бұл жерде бос кеңістік жоқ, бұл жерде энергия бар. Энергия бар. Мен тек қана материя, менің шашым бар, менің киімім бар, менде сонымен қатар аура бар. Менде аура бар, менде энергия бар, Сіздің бәріңізде де сол нәрсе бар. Енді біз осылардың барлығын өмірімізді жақсартуға не үшін пайдаланбай жүрміз? Не үшін біз тек қана материяға ғана, материалдық өмірге ғана байланып алғанбыз? Не үшін біз жүрегімізді ашып, энергиямызды өсіріп, харизмалы адам, аурасы күшті адамға айналмаймыз? Оны айналу үшін бізге жүректі ашу керек. Жүректің нейрондарын нығайту керек. Түсінікті айтып жатырмын. Сол күйге қалай кіреміз? Өте жақсы сұрақ. Енді қараңызшы, Джо Диспензаның энергия орталықтарды қуаттау, жүрек энергоцентрін ашу, мына жерде 5-ші энергия орталық бар. Джо Диспензаның тілімен айтатын болсам, бізде адамдарда энергия орталықтар бар. Мынау 5-ші, 4-ші энергия орталық. Ең алғашқы біздің 3 энергия орталығымыз үнемі жұмыс істеп тұрады. Ол выживание күйге жауап береді. Ол алғашқы 3 орталық жануарларда да бар. Ол не? Ол көбею, ол тамақ ішу, ол жыныстық ләззат. Осы 3 энергоцентр, төменгі энергоцентр. Выживаниеде жүрген адамдар автоматически осы 3 энергоцентрін қуаттанып жүреді. Яғни олар ойлайды, не ішем, не жейм, қалай көбейем, қалай жыныстық ләззат алам деп ойлайды. Ол адамдар төменгі 3 энергоцентрде өмір сүріп жатыр. Ал мына жүрегін ашады, жүректің нейрондарын нығайтатын адамдар бар ғой, жүректі ашатын адамдар, жүрекпен өмір сүретін адамдар, ол жоғарғы энергиялық орталықтарда өмір сүреді. И осы жоғарғы энергия орталықтармен өмір сүретін адамдар реальностьтің өзі басқарады. Олар реальностьті өзі басқару деген не? Ол кредит жабу керек па? Жаба салады. Осынша миллион ақша керек па? Таба салады. Енді біз барлық нәрсені ақшаға келіп тіреп қойдық қой қазір. Барлық успехті ақшамен өлшейміз да. Бірақ та өмірде сананың кеңею деген үлкен нығмет бар. Қазір мен батарейкам отырып жатыр екен мына жақта. Сондықтан да жүрек ашу, бізге керегі жүрек ашу. Күн сайын біркелкі ойлайтын адам, біркелкі сезімдерді сезінеді. Біркелкі сезімдермен жүрген адам біркелкі әрекеттер жасайды. Сосын өмір өзгеріссіз болып қала береді. Яғни, коучингте бар, мысли, чувства, поведение деген осы 3 одақ бар. 3 нәрсенің одағы бар. Яғни, біз бір ой ойлаймыз күнде, бір сезімдерді сезінеміз, бірдей тәртіп, бірдей әрекетіміз, поведениеміз, әдеттеріміз бірдей болады. Осы 3-еуі өзгермейінше өмір өзгермейді. Бұл нәрсе өзгеру үшін ең бірінші басқаша ойлап бастаймыз, басқаша сезініп бастаймыз. Сол кезде біздің әдеттеріміз өзгереді. Мысалы, күн сайын сіз кеше қандай ойды ойладыңыз, бүгін тура сол ойды ойлайтын болсаңыз, тура сол сезімді, кешегі сезімді бүгін сезінетін болсаңыз, ертеңгі күніңіз мына күндерге айнымайтындай болады, ұқсас болады. Жаңалық жоқ, өзгеріс жоқ. Жүрек пен миды қалай қосатындығымыз туралы мен айтамын. Біздің туған кезде санамыз тап-таза болды, сосын өмір барысында сыртқы күштер болды, мұғалімдер болды. Тағы не, көрші қыздармен ойнадық, соның кино көрдік. Тағы не,
әдебиет оқыдық, байлардың бәрін жамандайтын, байлар дұрыс емес адамдар дегенге сендіретін шығармаларды бізге оқытқызды. Соны оқып, түсінігімізді айттық, санамыз тап-таза кезінде. Сөйттік дағыны біз кедей болған адамдардың иманы күшті, кедей болған адамдар Құдай жақсы көреді ол адамдарды, кедей адамдар жақсы адамдар дегенді санамызға сіңіріп алдық. Біз логикалық түрде кедей адамдар, кедей болып өмір сүрудің вообще не выгодно екен баяғыда түсініп алсақ та, біз миымызда қатып қалған санамызды, қатып қалған ойымызды әлі өзгерте алмай жатырмыз. Бұл ойды өзгерту үшін жүректің қатысуы керек екен. Бұл уақытқа дейін сіз талай кітап оқып, талай сабақ ойыңды өзгерт дегенді көп естіген боларсыз. Бірақ ойды қалай өзгертем? Жазып жырттыңыздар, жазып өртедіңіздер, тағы не істедіңіздер, қайталадыңыздар оған қайшы сөздерді. Бірақ та бізге керегі не болған екен білесіздер ма? Бізге керек болғаны осы 91 жылы ашылған құпия нейрокардиология саласында ашылған жаңалық жүректің нейрондарын оятуымыз керек болған екен. Жүрек, Төребек аға айтады, жүрек Құдаймен кездесетін қасиетті орын дейді. Место встречи с Богом – это наше сердце. Біз көбіміз жүректің сол жақта орналасқан білеміз да, бірақ жүректі сезінбейміз. Дәл қазір жүректеріңізді сезініп көріңіздерші, терең демалыңызда сол жағыңызға, кеудеңізге назарыңызды апарыңыз. Осы жерде сіздің жүрегіңіз. Сізден шығатын қуаныш, эмоция, эйфория, шабыт, рахаттану, ләззат алу, тағы не, қуану, осының барлығы осы жерден шығады негізі. Жүректің тілі эмоция, мидың тілі ой. Ми деген кезде бізде логика бар, сана бар, түпкі сана бар. Жүрек деген кезде тек қана сезім. Осы нәрсенің ара жігін ажыратуымыз керек. Когерент деген бір ізді, бір келкі деген сөз. Мысалы, ой, жақсы ойды ойлады, ой, мысалы, бүйтіп визуализация жасап жатыр. Ой, мен дейтін, қазір эфирде отырған жоқпын, мен мына жерде 700 адамдық бір үлкен залда, Риксиста сахнада тұрып сөйлеп тұрмын да, мен визуализирую, ойша елестетіп жатырмын, суретін көріп жатырмын, бірақ жүрегім оны сезінбейді. Значит, менің ойым айға қарап тұр, жүрегім сайға қарап тұр, екеуі екі жаққа қарап тұр. Значит, мен бұл визуализациям жұмыс істемейді. Ал егер мен когерентті ми, когерентті жүрек екеуінің бірізділігі, ол мен қазір 700 адамның алдында сахнада сөйлеп тұрмын. Макияжым жасалым, үстінде әдемі көйлек, күшті сабақ түсіндіріп жатырмын. Мен соны сезініп жатырмын бойыммен, жүрегіммен. Денем мурашка болып жатыр. Прям қобалжу, андай приятный қобалжу. Қаншама жанрларды көріп тұрмын. Сол жанрлардан маған күшті сезім келіп жатыр. Деп мен сезінсем, денем мурашка болып жатыр. Менің ойлаған ойыммен жүрегімнен шыққан сезім екеуі бірдей. Значит, когерентный. Түсінікті айтып жатырмын ба?